Қайырлы. Мен сөз өнерінің сырын ұқтырып, ана тіліміздің асыл қазынасын осы ұрпақтың жүрегіне жеткізуді мақсат еткен қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Зұлқарнаева Гүлмира Еламановна боламын. Батыс Қазақстан облысы Сырым ауданы Көгіз елді мекенінде дүниеге келдім. Алтынбек мектебінде білім алдым. Алғашқы еңбек жолымды сол мектепте бастадым. Қазіргі таңда Бөкей ауданы Шәкір Сембаев атындағы мектеп училищесінде қазақ тілінен сабақ беремін. Еңбек өтілім 36 жыл. Менің әлемім Абайдың даналығы, Мұхтардың тереңдігі. Қазақ сөзінің құдіреті мен әдебиеттің мазмұндылығы. Сондықтан да ұстаз ретінде мақсатым шәкірттерінің бойына білім ғана емес, тілге деген сүйіспеншілік ұялату. Өйткені тіл ұлттың жаны, ал әдебиет халықтың рухани айнасы. Мен өзімді жай мұғалім емес, ұлттың асыл мұрасын келер ұрпаққа жеткізуші жан ашыр ұстаз ретінде білемін. Осы жолда тынымсыз еңбек етіп, жоғары жетістіктерге қол жеткіздім. Білім саласында бірнеше байқаулар болса, соның ішіндегі ең маңыздысы пәндік олимпиада. Ол оқушылардың белгілі бір пән бойынша білімін, қабілетін, шығармашылық ойлауын дамытуға бағытталған білім берудің іс-шарасы. Пән мұғалімі оқушыны дайындау барысында әртүрлі әдістер қолданады. Мен де оқушыны білім додасына дайындаудың тиімді жолдары туралы өз тәжірибемді сіздермен бөліскім келеді. Оқушыға оқу материалын есте сақтауды жеңілдетіп, ақпаратты қысқа да әрі нақты түрде ұсынуға мүмкіндік беретін ерекше әдістердің бірі графикалық органайзер әдісі. Оқулықтағы тақырыптарды оқытып, қалың дәптерге қайтадан көрсеткеннен бала материалды есте сақтай алмайды. Әр ереже, әр анықтама, әр тақырып, әр шығарма оқушының есінде қалуы үшін сурет, кесте, диаграмма, карта, тағы да басқа да графикалық кестелерде сабақ үдерісінде жиі қолданамын. Ал олимпиадаға дайындайтын дарынды оқушыларым материалды еске сақтау үшін өздері түрлі графикалық сызықтар, кестелер, суреттер ойлап табады. Түрлі түсті бояулармен бояп, қажетті ақпараттарды ғана жазып, санасына сақтау жолдарын қарастырады. Графикалық органайзер әдісін жиі қолданып, олимпиадаға дайындаған оқушыларым жүлделі орындарға ие болды. Соңғы 2 жыл қорытындысын сіздерге таныстырып өтейін. 2024-2025 оқу жылында Сұңғат Еркін, Қайболла Балнұр деген оқушыларым аудандық кезеңде 1-2 орындардың иегері атанды. 2025-2026 оқу жылында облыстық кезеңнен 3 оқушым жүлделі оралды. Серқали Айзере 3-ші орын, Елемес Ағындар 2-ші орын, Қазиден Есұлтан 1-ші орын. Ал республикалық кезеңде бақ сынаған Қазиден Есұлтан 2-ші орын иеленіп, абыройында асқақтатты. Әріптес, сіз де осындай жетістіктерге қол жеткізуіңіз келе ме? Ендеше графикалық органайзер әдісін үнемі әрі тиімді қолданыңыз.